Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлзия Есетова. Бүгін сіздерге тушеная капустаның жасалу жолымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге 40 қабат сәбіз, тұз, пияз және сұйық май қажет. Алдымен капустаны жіңішке етіп турап аламыз. Содан кейін табаға май құйып, қыздырып, пиязды салып, қуырамыз. 1-2 минут қуырып аламыз пиязды. Одан соң сәбізді салып, 1-2 минут қуырамыз. Содан кейін капустаны салып, бұлғаймыз. Тұз қосып, тағы да жақсылап бұлғаймыз. Аздап су құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Осылай пісіріп аламыз.